Барлықтарына сәлем, көріп жатқан адамдар бар болса, бүгін менің Темудан тағы да бір посылкам келді. Бір емес екі товарым келді. Тему уже барлықтарын білетін шығарсыздар не екенін. Қытайдан товар заказ беру. 2 аптадай күтесің примерно. Мынаны мен 12 күн күттім, 12 күнде келді. Қазір бірге ашып қараймыз. Мен қандай киім заказ бергенімді и бағасын да айтатын боламын сразу. Бірінші мына кішкентайдан бастайық, ондай болса. Бұл бізде осындай майка. Тура фотодағындай деп айта алмаймын, өйткені фотода бұл шамалы қанықтау түсіп болатын. Қазір камерадағы көрініп тұр ма? Ашық жасыл болып тұр. Мен фотода бұл прям қатты қанық жасыл болып тұратын. Былай матасы осындай. Бұның бағасы қымбат емес. Мен қазір есімде жоқ, бірақ осында жазып кетемін бағасын. Арқасы осылай болып тұрады. Жарайды, бұл бірінші. Енді екіншісін ашып көрейік. Темудан заказ беріп, киім, зат алып жүргендер бар болса жазып кетіңдер. Сендер қандай зат алдыңдар, және ол қалай болып келді, сендерге жалпы ол приложение ұнайды ма, ұнамайды ма? Енді әрине Қытай болғаннан кейін оны мен сондай бір күшті качествосы деп айта алмаймын, бірақ дегенмен де киюге болады. Екінші берген заказым осындай ақ джемпер деп айтамыз ба, не деп айтамыз? Қалың кофта. Ой, жұқа кофта, қалың емес. Осылай жақындап көрсетейін. Барлықтарына көрініп тұр деп ойлаймын. Бұның да бағасы есімде жоқ, бірақ қазір мен осында жазып кетемін видеоға. 50% вискоза, 27% полиэстер, 23% нейлон. Осындай. Көрініп тұр ма? Вот. Жақсы, бұндай киімдер бізде де бар. Енді базарға барсам, басқа бір магазин, бутиктарды араласам, бұлар бар бізде. Бірақ бізде по-любому бұл бағасы қымбат болады. Ал Темудан заказ берсең, ол шама болсын арзанға түседі. Бір ғана минус, ол ұзақ күту керек. Ұзақ дейді, 2 аптада күтесің. 12 күн, 14 күн, кейде 15 күн. Үйге дейін доставка бар, немесе почтадан сондай алып кетуге болады. Бұлай білмеймін, енді жаман деп айта алмаймын. Қазір киіп көрсетейін, қалай болатынын. Вот осындай. Размері, мен ойымша, мен размерім деп ойлаймын. Жақсы. Денеге жұмсақ. Енді әрине қымбат киім деп айта алмаймын. Ол Қытай ғой, бірақ сонда да көшеге киіп шығуға болады. Осындай матасы жұмсақ, осындай. Денеге приятно деп айтсам да болады. Ақ әдемі түс. Киіп тастауға болады. Енді әрине магазиндегіндей прям сонда бір қымбат, качественный киім деп айта алмаймын. Не дегенмен бұл Қытай. Бірақ сонда да жаман емес. Енді өздерің көріңдер. Бұл размер, мендегі размер L деген размер алған. Менің бойым 1,77. Маған жақсы тұрды. Прям как раз өзімнің размерім. Темудан сендерде зат алып жүрген болсаңдар жазып кетіңдер, қаншалықты ол тиімді, баға жағынан, жалпы качество жағынан дегендей. Егер Темудан зат алып көрмегендер бар болса, мен кеңес берем, өйткені ол жерден барлық затты табуға болады. Жалғыз киім ғана емес, басқа да керек заттарды табуға болады. Арзан бағада табасын. Качествосын енді өздерің көрерсіңдер. Уақыттарыңды бөліп көргендеріне рахмет. Келесі кездескенше сау болыңдар.